бүгін біз острые крылышки істейміз. Сенесіздер ма, сол острые крылышки прям кевсиндағыдай аппашы. Итак, бастаймыз. Бұл бізге керек емес. Ал мына екеуін екіге бөлем. Бүгін менде осындай форматта түсіріп жатырмын. Получается, крылышкиді 3 бөлікке бөлеміз да, ең кішкентай бөлігін лақтырып тастаймыз. Мен деген шпинатный рулет түсірдім кеше. Сол шпинатный рулетті бүгін салу керекпін, бұйырса. Білмеймін, ойланып тұрмын, салам ба, салмайым ба. Болды. Осыған енді тұз бен бұрышымызды саламыз, дәміне қарай. Енді дәмін көре алмаймыз ба, сол үшін көзбен примерно салыңыздар. Енді бұрышымызды саламыз. Осыны араластырып, 30 минутқа қойып қоямыз. Сіздерге қасықпен араластырған удобны болса, солай да араластырыңыздар. Мен қолымды бүлдіргім келмей, осылай істей салдым. Осы 30 минут тұрады енді. Осы екі мискамызға алдын ала дайындалған панировочный смесімізді саламыз. Біреуіне 4 қасық саламын. 1, 2, 3, 4. Осыны міне жарты стакан сумен араластырамыз. Бұл сумен араласқанда қазір йогурт сияқты шығу керек, сондықтан барлығын біріктіріп жақсы етіп араластырыңыздар. Міне біздің клярымыз осымен дайын, енді қалған панировканы екінші мискаға саламыз. Екінші мисканы ештеңемен араластырмаймыз. Мендегі панировка аз болып қалғасын, міне тағы да үстіне қосып жатырмын. Негізі осы крылышкидің рецептісі осы пакеттің сыртында жазылып тұр. Оған 1 литр май керек болады. Біз барлығын заранее дайындап алдық. Міне клярды, панировканы, курицаны. Енді 30 минут өткеннен кейін майды қыздырамыз күштетіп. Сосын 3-4 курицаны аласыздар да, бірінші клярға батырасыздар. Содан кейін ұнға батырамыз. То есть ұн емес, ана құрғақ панировкаға батырамыз. Қараңыздар, батырғанда бұлай тек қана бірлет аунатып, оны майға салып жібермеңіздер, потому что ол піскенде өте жұп-жұқа болып піседі, және ол қытырламайтын болады. Сіздерге қытырлап пісу үшін оны осындай панировкаға 3-4 рет аунатамыз. Тек содан кейін ғана майға қуыруға салыңыздар. Бұл қуырылғанда 7-8 минут қуырылады. Газдың астын қатты етіп шығармаймыз, тек қыздырып алу үшін ғана қатты етіп шығарамыз, ал оған дейін оның асты орташа немесе баяу отта пісу керек 7-8 минут. Және де уақыт өткеннен кейін, сіздер қараңыздар, ол қызарған болса, қажет уақыт өткеннен кейін оны осылай салфетканың үстіне түсіріп алыңыздар. Содан кейін келесі крылышкиларды только 3-4 штуктан саламыз, толтырып салып жүрмеңіздер. Себебі ол майда деген мына крылышкилар кәдімгідей қалқып жүру керек, свободно пісу керек. Өте күшті шықты, маған дәмі ұнады. Енді адам шыдатпайтындай ащы емес, дәмі жақсы, бірақ та енді ащы. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде істеп көріңіздер, кефсиді жақсы көретін адамдардың барлығына ұнайды. Отвечаю.